Good day, peoples. How is it going? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы 10 және 11-ші беттегі тақырыптарды өтетін боламыз. Бірінші бізде орындайтын тапсырмамыз Exercise number 17, 17-ші жаттығу, Listen, point and repeat, then match. Оқушылар, бүгінгі бізде тақырып көріп тұрғандарыңыздай үй жануарлары, олар бізде pets деп аталады. Бірінші біз оларды сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Бірінші жазу көріп тұрғандарыңыздай cow деп тұр. Cow ол бізде сиыр, A суретінде берілген. Екінші goat, goat ешкі, D суретінде. Үшінші rabbit, rabbit F суретінде. Төртінші chicken, chicken E суретінде. Duck, duck үйрек, B суретінде. Frog, frog ол бізде бақа, C суретінде көрсетілген. Ендеше келесі жаттығуды орындайық енді. Exercise number 18, 18-ші жаттығу, find the animals and write. Яғни жануарларды тап және де оны жаз деген. Көріп тұрғандарыңыздай бізде кроссворд осылай берілген. Ол жерде бізде жануарлардың аттары жазылып тұр. Соларды біз үстінен тауып жазуымыз қажет. Ендеше жазайық. Екіншісі бізде rabbit. Оны тауып, осы ортадан табамыз, белгілейміз және rabbit деп жазамыз. Үшінші duck, төртінші dog, fifth, бесінші chicken, алтыншы соңғы бізде frog. Келесі енді оқушылар 11-ші бетті ашайық. Бұл жерде study spot, яғни бұл жерде бізде have got, has got ережесі түсіндірілген. Оқушылар have got, has got деген ол бізде менде бар деп аударылады. Бұл жерде енді сұраулы түрі және де болымсыз түрі және болымды түрлері берілген. Егер де оқушылар I, you, we, they болса бізде have got болады. Ал егер де he, she, it те, яғни ол деп айтатын болсақ, ер адамға, қызға, жалпы жансыз заттарға has got болады. Осы ережені сіздер жаттап алыңыздар. Және де болымсыз түрі бізде have not, haven't деп қысқартылады. Has not-тікі hasn't деп қысқартылады. Және де сұраулы сөйлемде бізде has, have алдына шығып кетеді. Мысалы, бұл жерде жазылған Has he got blue hair? Yes, he has. Оның көк шашы бар ма деген? Иә, бар деген. Has she got green hair? Оның жасыл шашы бар ма деген? No, she hasn't дейді. Жоқ, оның яғни жасыл шашы жоқ дейді. Have they got small mouths? Олардың кішкентай несі бар ма дейді? Тышқандары бар ма дейді. No, they haven't деп жауап бергеннен бұл болымсыз түрі. Көріп тұрғандарыңызда ережедегідей біз енді соған қатысты тапсырма орындаймыз. Exercise number 19, make sentences. 19-ші жаттығу сөйлем құра деген. Көріп тұрғандарыңыздай орындары ауысып кеткен, соны біз дұрыстап жазуымыз қажет. Екіншісіне қарап жазайық. Енді бірінші ол бізде my деп басталады. My dog hasn't got big ears болады. Менің итімнің үлкен құлақтары жоқ деген. Үшінші, they haven't, яғни haven't екінші жүреді. Одан кейін got болады. They haven't got pink noses. Олардың розовый, яғни қызғылт мұрындары жоқ деген. Төртінші, rabbits. Одан кейін haven't жүреді әрине. Haven't got, rabbits haven't got small ears. Яғни қояндардың кішкентай құлақтары жоқ деген. Олардың құлақтары үлкен, иә. Бесінші, Roy the clown hasn't got a big head болады. Енді келесі жаттығуды орындайық. Exercise number 20, look, read and answer. 20-ші жаттығу қара, оқы және жауап бер деген. Не has got немесе have got, haven't, hasn't деген сияқты жауап береміз. Біріншісіне has Liam got red hair? Yes, he has деп. Енді екіншісінен бастайық. Have parrots got small heads? Яғни parrots деген ол бізде тоты құстардың кішкентай бастары бар ма деген. Бұл жерде yes деп басталғандықтан біз yes, they have деп жазамыз. Келесі үшінші. Have dogs got two legs? Яғни иттердің тек қана екі аяғы бар ма деген. Бұл жерде no деп тұрғандықтан no, they haven't деп жазамыз. Төртінші. Has a pony got long legs? Яғни понийдің ұзын аяқтары бар ма деген. Оны no деп жауап бергендіктен no, it hasn't деп жазамыз.
The next exercise number 21, which is Nurlan's pet. Read, choose and say. Қайсы Нұрланның яғни pet деген үй жануары деген. Оқып, таңдап айт деген. Ендеше бірінші бізде берілген мәтінді оқиық. Қайсы бізде үй жануары екен табайық. Нұрланның үстіне астына жазамыз. My pet has got a big body and 4 short legs дейді. Менің үй жануарымның үлкен несі бар дейді, денесі бар дейді, және де 4 кішкентай аяғы бар дейді. It has got a big head and 2 very long ears. Оның үлкен басы бар дейді, және де 2 өте ұзын құлағы бар дейді, құлақтары бар дейді. It hasn't got blue eyes дейді. Оның көк көздері жоқ дейді. Оқушылар, сонымен бұл қандай үй жануары екен? Бұл сонымен оқушылар қандай жануарды айтып тұр екен? Әрине ит, оның ұзын құлақтары бар дейді, ол үлкен дейді, және де оның 4 аяғы бар дейді. Яғни жауап бергенде астына жазамыз. His pet is a dog деп. Осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.